Өмірдің ең ғажап шағы қай кез екенін білесіз бе? Бұл әкеңіздің шаңырағында, анаңыздың асымен бір дастарханда бауырларыңызбен күліп ойнап отырған сәтіңіз. Бұл өмірдің ең ғажап сәті. Қарап отырсаңыз, сол қарапайым күндер қазір біз үшін ең бақытты сәттер екен. Біз бақытты болашақтан күтіп жүрсек, бақыттың барлығы бұл өтіп кеткен екен. Анаңның бір қазанды ашып, нанды батырып беріп, мә деп берген сол нанның өзі ең тәтті тағам болған. Әкеңнің бір-екі бөлмесі, кішкентай бөлмесінің өзі ең жүрекке тыныштық сыйлайтын мекен болған. Ал бауырларымыз болса, нағыз тәтті естеліктердің бірі болған. Сол себептен мынау тірі кезінде ата-анамызды, бауырларымыздың қадірін білейік. Сондай бір күн келеді, бұл нәрселердің барлығы естелік болып қана қалады.